Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа оңай әрі тез дайындалатын, құрамына бір ғана жұмыртқа қосылатын ленивое хачапури немесе сырные лепешки деп аталынатын оңай тағам дайындайтын боламыз. Өте тойымды болады. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарамыз, үстінен жарты шай қасық шекер және де жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен 200 граммдық бокалмен осылай бір бокал сүтімізді құямыз, жақсылап араластырамыз. Үстінен алдын ала електен өткізілген 200 граммдық стаканмен толтырып, ұнымызды қосамыз. Ол шамамен 120-130 грамм шығады. Одан кейін үстінен бір шай қасық разрыхителімізді, қопсытқышымызды қосып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Арасында комочек қалмайтындай етіп, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып алыңыздар. Енді сырымызды күштен өткізіп дайындап алатын боламыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын сырды қолдансаңыздар болады. Сыр сулугуни болса да, комо болса да, кез келген сырдың түрін қолдана бересіздер. Мен осындай сырдың қатты түрін қолдандым. Ең бастысы пиццада жақсы еритін сыр болса болғаны. Осы сырымызды қамырлы массамыздың үстіне қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте өте баяу отта қызып тұрған табамыздың үстіне сары майымызды тастап, жан-жағына толық жағып, осы сары майымызды ертіп алатын боламыз. Табаның барлық шетіне жағылып, сары майымыз осылай бір келкі болып жағылып тұру керек. Енді осы өте баяу отта қызып тұрған табамыздың үстінен жаңағы дайындап қойған қамырымызды құятын боламыз. Міндетті түрде табаның асты өте баяу отта болу керек. Сол кезде күймей бір келкі әдемі болып пісіп шығатын болады. Осы жерде қамырды салған кезде жарты бөлігін ғана салып, жұқалау етіп, екі бөлікке бөліп пісіріп алсаңыздар да болады. Бірақ та мен бұл жолы толық барлығын салып пісірдім. Кей кезде дәл осы қамырды екі бөлікке бөліп, жұқа лепешка етіп пісіріп аламын. Жұқа нан болып пісіп шығады, өте дәмді болып шығады ол кезде де. Немесе осылай бірден салып пісірсеңіздер болады. Барлық қамырды осылай салып алғаннан кейін тегістеп, беткі бөліктерін тегістеп, бетін жауып, өте баяу отта шамамен 8-10 минут шамасында пісіріңіздер. Енді әркімнің табасы және оты әртүрлі болады. Сол себепті астың қызарғанына ақырын ғана осылай ашқан кезде, асты шамалы қызарыңқыраған кезде келесі бетіне аударып аласыздар. Және беткі қабаты осы шамалы ғана формасын ұстап тұратындай болу қажет. Сонымен қатар осылай аударар алдында сіздің лопаткаңыздың басы жуандауы болғаны жақсы. Және де осылай шет-шетін көтеріп дайындап алып, содан кейін ғана барып аударыңыздар. Одан кейін тағы бір айтып кететін нәрсе, егер аудару қолдан келмей жатса, онда жай ғана тарелканы бетіне қойып, тарелкамен келесі бетіне аударып алсаңыздар да болады. Осылай екінші бетіне аударып алғаннан кейін бетін жауып, тағы да өте баяу отта шамамен 2-3 минуттай шамасында екінші беті қызарғанша ұстап пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде астының қызарғанына мән беріңіздер, ортасы шикі болып қалмасын. Өте баяу отта шамамен 4-5 минутқа дейін ұстай берсеңіздер болады. Жақсы болып пісіп шығуы қажет. Осыдан кейін шығарып алған ленивое хачапуриларымызды қалауларыңызша сары маймен осылай малап шықсаңыздар, дәмі одан да керемет болады. Бұл біздің ең сүйікті таңғы астарымыздың бірі. Шамамен 2-3 адамға тойымды таңғы ас болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Видео рецептпен жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Тағы да бір қазақ қыздарыңызды қолдап, тіркеліп, нравится батырмасын басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым.